бұл жерде енді қазір тікелей соғыс қатері, Қазақстанға тікелей соғыс қатері болмаса да, оның жанама қатерлері өте көп. Мысалы үшін анау Парсы шығанағы арқылы, Ормұз бұғаз арқылы әлемдік мұнайдың 25%-дан астам сол шығанақ арқылы өтеді, бұғаз арқылы өтеді. Соның салдары біздің мұнай экспортқа әсер етуі әбден ықтимал. Біріншіден, оның кейін біздің қазір мынау солтүстіктегі Ресей арқылы коридор КТК құбырының өзі жағдайы мүшкіл болып тұрған кезде бізде қалатын қазір тек қана Транскаспий дәлізі ғана. Ал енді негізінде осыдан осы бір айдың көлемінде Иран бағытын бағындыру жөнінде, осы Иран бағыты арқылы коридор ашу жөнінде үлкен бастамалар көтеріліп еді. Оның өзі мынандай соғыстан кейін әрине қазір жүзеге асу мүмкіндігі жоқ. Ел экономикасына соққы болады. Әрине, біздің елдің экономикасы негізінен мұнай экспортына негізделген ғой. Иә. Сондықтан әрине ол жанама түрде біздің қазір өзі мұнай, бүгін мұнайдың баррелі 100 немелеге шықты, долларға шықты деп жатыр ғой. Әрине ол уақытша ғана көрініс, бірақ соның өзін тасымалдауы қиын болып жатыр. Анау Ормұз бұғазының өзі жабылуы бұл Қазақстанға тікелей экономикалық тұрда үлкен қатер. Оның үстіне мынау оңтүстікті талибандар мен ауғандардың арасында қақтығыс басталды, Пәкістанның арасында. Сондықтан бұның да бізге тікелей әсері бар. Талибандардың тіпті бері қарай солтүстікке қарай түркмен, тәжіктерге қарай қатері жөнінде айтылып жатты. Сондықтан бұл тұтасында шығыс жарты шарындағы елдердің көпшілігіне, Қазақстанға ғана емес, бұл Орта Азияға да әсер ететін үлкен бір қақтығыс болып тұр.